Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін блинидің жаңа түрі финский блин деп аталатын рецептің түрін көрсетпекшімін. Өте жұмсақ, сондай нәп-нәзік, ауызда еритін финский блиниді менімен бірге жасап көріңіздер. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Одан соң 3 ас қасық құмшекерді осылай өлшеп алдын ала дайындап қойдым. Және де шым-шым тұз салып жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бұл блинидің ерекшелігі табада сағаттап пісіруді қажет етпейді. Барлығын жақсылап араластырып, яғни печкада пісіре салатын өте оңай блинидің түрі болғандықтан жасалу жолы да сондай жеңіл әрі оңай. Енді осының үстіне міндетті түрде сүтіміз жылы болу керек. Жылы сүтті құйып алдым, және де ұнымызды електен өткізілген болу керек. Барлығын бірден салып жібермеңіздер. Аз-аз бөліктерге бөле отыра, осылай салып, венчиктің көмегімен араластыра отырыңыздар. Ешқандай іртігі қалмау керек, жақсылап араластырыңыздар. Асықпай, жақсылап, іріткісі қалмайтындай барлығын араластырып алғаннан кейін, оның үстіне міндетті түрде ерітілген сармайымызды салатын боламыз. Мендегі сармай 72-де 5%-дан жоғары сармайды қолдандым. Осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын міндетті түрде жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Майымызды салып алдық, енді жақсылап тағы бір араластырып аламыз. Осымен дайын 180 градуста алдын ала қызып тұрған печке міндетті түрде саламыз, және де бізге осындай таба қажет болады. Фольга астына төсейсіздер, бұл әрине міндетті. Содан соң дайындап қойған салмамызды осылай барлық жеріне, шетіне жететіндей етіп құйып шығамыз. 180 градуста 30-40 минутта әрине пештеріңіздің ыңғайына қарай пісіріп аласыздар. Мінекей осымен дайын, енді пісіруге жіберетін боламыз. Ал ендеше кеттік, піскенін күтетін боламыз. Және де пісіп дайын болам дегенше біз кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 20% қаймақ қажет болады, және де сахарный пудраны салдым. Менде қалғаны осы екен, барлық сахарный пудраны салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Егер де сіздерде миксер бар болатын болса, миксерлеп алсаңыздар дұрыс. Менде миксер жоқ болғандықтан венчиктің көмегімен осылай асықпай, жақсылап ұзақ уақыт араластырдым. Бірден айта кетейін, финский блиниға кремнің міндетті емес, әрине бұл өз қалауларыңыз бойынша. Егер крем қолданып осылай жасаймын десеңіздер, онда осы кремді жақсаңыздар, өте дәмді, сондай нәп-нәзік болып шығады. Крем жақпай-ақ финский блинидің өзін жесеңіздер де дәмі сондай ерекше болып шығады. Мінекей біздің креміміз осымен дайын. Осымен біздің финский блинемізде пісіп дайын болып тұр екен. Ыстық күйінде алып отырмын, және де ыстық күйінде де жұмсақ үлбіреп тұр. Енді осының үстіне дайындап қойған кремімізді жағып шығатын боламыз. Қасықтың көмегімен осылай барлық шетіне жететіндей етіп жағып аласыздар. Қонақ келгенде де тез-тез дайындай салатын блинидің түрі ешқандай артық уақытыңызды алмайды, ешқандай артық затыңызды керек етпейді. Үйдегі бар заттармен дайындай салатын блинидің түрін міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен біздің финский блиниіміз пісіп дайын болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, сондай нәп-нәзік, дәмі де тіл үйретіндей ерекше болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Бетіне әсемдік ретінде шоколад, немесе арахис, немесе түрлі яғни пасивкаларды қолдансаңыздар болады. Бұл әрине өз еріктеріңізге
қарай сәндеп, әсемдеп ұсына берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше.